Саламатсыздар, құрметті әлеуметтік желінің пайдаланушылар, құрметті Қарағоз Абдалиев ауылдық округінің тұрғындары. Президенттің 2016 жылы 5 ақпандағы 190 жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер есеп беруде. Бүгінгі есеп беру карантин режиміне байланысты онлайн форматта өтеді. Есеп беру жиналысына Қазығұрт ауданының әкімі Телғараев Төлеген Тортайұлы, аудандық мәслихаттың хатшысы Көпеев Өріс Бұқарұлы, аудан әкімінің орынбасарлары, тиісті мекеме және бөлім басшылары қатысып отыр. Бүгінгі күн тәртібінде екі мәселе: Қазығұрт ауылдық округінің әкімінің 2020 жылы атқарған және 2021 жылы алда тұрған міндеттер жайлы, және Қазығұрт ауданының аудан әкімінің 2020 жылы атқарған және 2020 жылы атқарған жұмыс жайлы есебі. Баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Төлеген Тортайұлы, Қарағоз Абдалиев ауылдық округі жалпы жер көлемі 62 гектар, онда 7 елді мекен орналасқан, халық саны 11.912, 1822 отбасын құрайды. Ұлттық құрамында 10 ұлт өкілі бар, қазақтар соның 97%. Округ аумағында 8 мектеп, оларда 461 мұғалім, 3405 оқушы, 265 техникалық қызметкерлер бар. Тұрғындарға бір мәдениет үйі, бір клуб, 3 кітапхана қызмет атқаруда. Рабат елді мекен орталығында 25 орындық аурухана, округ бойынша 9 балабақша қызмет атқаруда. Сондай-ақ округ аумағында 35 заңды тұлғалар, 25 өндірістік кооператив, 10 жауапты шектеулі серіктестік, 229 шаруа қожалықтары мен 40 жеке кәсіпкерлік қызмет атқаруда. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша ауылдық округінде егістік жерлерді игеру 2019 жылы 15.000 гектар болатын болса, 2020 жылы 15.670 гектарға егістік игерілді. Ал масақты дақылдар бойынша жалпы 2020 жылы 26.306 тонна астық түсіп 24.8 центнерді құрады. Мақсары дақылдары 1.801 гектар егіліп 2.395 тонна өнімге жетіп, әр гектардан 13.3 центнерден айналды. Әрине бұл мемлекеттің беріп жатқан жеңілдетілген жанар-жағармай тыңайтқыштардың арқасында үлкен Айқожа, Үшбастау, Сапар, Мырзакелді үлкен өндірістік кооперативті жерді пайдаланып, дұрыс пайдаланудың арқасында осындай үлкен өнімге жетіп жатқан жағдай бар. Ауыл шаруашылығының техникасын жаңарту бойынша да жалпы бізге берілген тапсырма 10 бірлік болса, 10 техника орындалып 100%-ға жетті. Жайылым жерлерді цифрландыру бойынша да тапсырма 45.000 гектар болатын болса, орындалғаны 45.602 гектар болып 109%-ға орындалды. Бір алқаптан 2-3 өнім алу бойынша тапсырма 10 бірлік болатындай болса, 10 бірлік толығымен орындалып, 2 рет өнім алды. Мал шаруашылығы саласында, жалпы мал шаруашылығы саласында Қарағоз Абдалиев ауылдық округінде өсім бар. 2019 жылы 3300 жылқы болатын болса, 2020 жылы 3389-ға, қой ешкіміз 48.000 болатын болса, 49.000-ға, ірі қара малымыз 7300 болатын болса, 7391-ге жетіп отыр. Кенеге қарсы тоқыту жұмыстарында 53 мың бас мал тоқытылды. Дезинфекция жұмыстары бойынша жалпы 255 мың шаршы метр қора-қопсықтар дезинфекцияланды. 2020 жылы құлан сыбаға алтын асық бағдарламасы аясында 309 бас мал сатылып алынды. Мал бордақылау алаңдары бойынша да бізде 2 бірлікте орындадық. Рабат елді мекенде 200 бас орындық мал бордақылау, Қыдырмәмбет елді мекенде 50 бас мал бордақылау алаңдары ашылды. 228 ит ауланып көзі жойылды. Кәсіпкерлік саласы бойынша жалпы Қарағоз Абдалиев ауылдық кәсіпкерлік саласы бойынша жыл басынан ұсынылған 6 инвестиция орындалды. 200 бастық мал бордақылау алаңына 5 адаммен жұмыспен қамтылды. Қыдырмәмбет аттар елді мекенде 4 адамды әмбебап дүкені жұмыспен қамтып отыр. Және де шлакоблок цехында 4 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Бюджеттік емес инвестиция тарту бойынша да 2020 жоспар 550 миллион болатын болса, 568 миллион болып орындалды. Барлық қаржы ұйымдарына 2020 жылы жоспар бойынша 80 миллион несие алу керек болатын болса, ауыл округінде 126 миллион несие алып кәсіптерін жалғастыруда. Білім саласы бойынша жалпы округ бойынша 2020 жылы бітірген оқушылардың саны 224, соның ұбт-ның қорытындысы бойынша қатысқаны
202 болып 88'де 2% орындап отыр. Денсаулық саласы, халықтың денсаулығын сақтау, сапалы медициналық қызмет көрсету, халықтың денсаулығын профилактикада тексеру өткізу бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Орталық аурухана округ тұрғындарымен қатар Төле би ауданына қарасты Қаратөбе, Қарақия елді мекендеріне қызмет атқарады. Емдеу мекемелерінің негізгі көрсеткіші ана өлімі мен 1 жасқа дейінгі балалардың өлімін болдырмау мақсатында жұмыстар жүргізілуде. 2020 жылы округ бойынша профилактикалық байқаудан 4276 адам өткен. Спорт саласы бойынша салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында ауылдық округінде Шымкент спорт мектебінің 2 бөлімі жұмыс жасауда. Рабат елді мекенінде Дәулет спорт кешенінде бокс мектебі және грек-рим күресі мектебі, сонымен бірге аудандық спорт мектебінің дойбыдан филиалдар жұмыс жүргізуде. Қазығұрт аудандық нөмір 4-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі футболдан филиалы қызмет атқаруда. Алдағы уақытта кіші футбол алаңын салу жоспарлануда. Ауылдық округінде береке сайын әкімшіліктің ұйымдастыруымен ардагерлер арасында шахматтан жарыстар өтіп тұрады. Әлеуметтік сала бойынша жалпы ауыл округі бойынша 2020 жылға тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек 128 отбасына 41 миллион теңге қаржы бөлінді. 6 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік пакет бойынша 5 миллион 428 мың ақша берілді. Коммуналдық жәрдемақы 1 миллион 382 мың теңге қаралды. 2020 жылға демалыс орындарына 82 азаматтар тегін демалып қайтты. Атап айтқанда Сарыағаш, Ардагер, Мейір, Керуен демалыс орындарына. Ауылдық округінде Ұлы Отан соғысының ардагеріне мемлекет тарапынан 1 миллион теңге, демеушілер есебінен 150 мың теңге ақшалай көмек көрсетілді. Аудандық бюджеттің есебінен 16 дана қоларба бөлініп, 1 миллион 830 мың теңге қаражат бөлініп берілді. 2020 жоспар ақылы қоғамдық жұмысқа 70 адам тартылды. Ауылдық округ бойынша аз қамтамасыз етілген отбасыларға карантиндік уақытта көрсетілген көмектер. Қызылдала елді мекенді Ұлы Дала агро-өнеркәсіп кооперативінің төрағасы Ербосын Марат Қызылдала елді мекенінің тұрмыс төмен 15 отбасына ет қабынан таратылды. Қызылдала елді мекен тұрғыны Сейдалиев Жандостың отбасымен 1 миллион теңге жұмсап Қызылдала жалпы орта мектебінің актовый залын жөндеп берді. Амангелді елді мекен Дәулет би шаруа қожалығы 15 отбасыға 1 қабынан таратылды. Рабат елді мекенінде әкімшіліктің ұйымдастыруымен жастардың бірігіп 3 отбасына бұзауы сүйіп құрбан айтта 500 кг қой, 250 грамм сиыр еті таратылды. Ауыз су көгалдан көркейту тазалық бойынша жалпы Қарауқаз Абдалиев ауылдық округінде Амангелді елді мекенінен барлық елді мекендер Ақбора көзінен су ішеді. Амангелді елді мекеніне биыл су жүйесі тартылатын болады. Мына келешекте басқа елді мекендердің суын толық жеткізу үшін мына Ақбора көзінен 1 гектардай жер бөлініп, алдағы уақытта үлкен резервуар салатын боламыз. Тазалық бойынша Төлеген Тортайұлы, мынау біз биыл Рабат Қыдырмамбет Аттақ елді мекеніне көлік қойдық. Әр апта сайын тазалық жұмыстарын жинап тұрып жатырмыз 2020 жылда. Бұлар жалғасын табатын болады. Ауылдық округ аппаратының 2020 салықтық және салықтық емес түсімдері 10 миллион 78 мың теңге және 281 миллион 600 мың теңге трансферттен қаржыландырып, кірістердің жалпы жинағы 293 миллион 574 мың теңгенің жоспарланып толығымен орындалып игерілді. Жеке тұлғалардың мүлік салығы 105%-ға, жер салығы 103%-ға, жеке тұлғалардың көлік құралдарының салынатын салық 140%-ға орындалды. Дін саласы бойынша округ аумағында дінаралық, ұлтаралық қарым-қатынас және қоғамдық саяси жағдай тұрақты, округ аумағында 7 мешіт халыққа қызмет атқаруда. Құқықтық саласы бойынша жалпы қылмыс 2020 жылда ауылдық округ бойынша 13 қылмыс оқиғасы тіркеліп, оның 11-і ашылған, 13-і екеуі ашылмаған. Әртүрлі санатты профилактикалық есепке 11 адам алынды. Әртүрлі құқық бұзғаны үшін 190 азаматқа әкімшілік хаттама түзіліп, шара көріліп, айыппұл салынды. Отбасылық тұрмыс зомбылық бойынша жыл басынан 30 азаматтар анықталып сотқа жолданған. 2020 жыл карантин талаптарын бұзған үшін жауапкершілікке тартқан азаматтар саны ауылдық округ бойынша 25 азамат.
2020 жылы Қарақозақ Ылдыриев ауыл округінде атқарылған құрылыс нысандары бойынша Рабат орталық мәдениет үйін жылумен қамтамасыз ету үшін аудандық бюджеттен 12.204.000 теңге бөлініп, ТВИК жауапты шектеулі серіктестік газ жүйесін кіргізу жұмыстарын істеді. Жібек жолы көшесінде орналасқан көше жарық нысандарды балансқа алу жөнінде қазір жарықтарды қосудамыз. Рабат елді мекеніне күл-қоқыстар біз аптасына бір рет жібергенде бір айда 4 рет жібереміз. Жылына айналамыз бәрі Төле би ауданы болған кетіп күл-қоқыстар тасып жатырмыз. 240 тоннадай қоқыс тасымалданды. Демеш ауыл тұрғыны Нәлібай Нұрғалидың есебінен аз қамтылған отбасылар үшін 2 пәтерлі 2 үй тұрғызылып, 4 отбасына қолданысқа берілді. Оңтүстік жарық транзит жауапты шектеулі серіктестігінің инвестициялық жобасы бойынша үлкен электр тасымалдаушы желінің 3 дана бағанасы ауыстырылды. Қызылдала елді мекені Төле Ақын көшесі орта жөндеу жұмыстарын өтпелі кезеңмен былтыр 2020 жылы Шымкент Дорстрой жауапты шектеулі серіктестігі 47 миллионға 3340 метр жолын істеді. Бұл әлі қабылданып болған жоқ, биылда тағы кем-кетістік жерлер бар, әлі жалғасын табатын болады. Еңбекші елді мекенінде бағаналы Алаш көшелердің орта жөндеу жұмыстарының жалпы ұзындығы 2450 метрдің жартысын өтпелі кезеңмен ТО асфальт жауапты шектеулі серіктестігі 29 миллионға аудандық бюджет есебінен істеді. Қыдырмамбет елді мекеніне жол бойынша орналасқан көше жарық нысандары балансқа алыну жөнінде қазір жұмыстарды бастап жатырмыз. Шетінен жарық беру жұмыстарын қосу үстінде. Жыл басынан бері Қыдырмамбет елді мекенінде 100 тоннаға жуық қоқыстар тасымалданды. Амангелді елді мекенінде ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жобалық сметалық құжаттар істелінді. Елді мекендерде тұрғындармен сапалы ұялы байланыспен қамтамасыз ету үшін кейсіз байланыс қондырғысы орнатылды. Оңтүстік жарық транзит жауапты шектеулі серіктестігінің инвестициялық жобасы бойынша үлкен электр тасымалдаушы желінің 14 бағанасы ауыстырылды. Атбақ елді мекені бойынша жыл басынан бері елді мекеннен жаңа полигонға тасымалдауға 150 тоннадай қоқыс тасымалданды. Төле би ауданы мен Қазығұрт ауданының шекарасында демеушілер есебінен белгі қойылды 620 мың теңгеге. Оңтүстік жарық транзит жауапты шектеулі серіктестігінің инвестициялық жобасы бойынша үлкен электр тасымалдаушы желінің 11 ғана бағанасы ауыстырылды. 2021 жылда атқарылатын жұмыстар туралы айтатын болсам, Рабат елді мекені Болашақ Бәйтерек көшелеріне электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін құрылыс жұмыстарына 134 миллион 900 мың теңге қаржы жұмсалатын болады. Бәйтерек көшесі орта жөндеу жұмыстар жүргізу үшін 31 миллион 536 мың теңге жұмыс істелінеді. Рабат ауылындағы су бөгетіне республикалық бюджеттен 134 миллион қаржы бөлініп отыр. Рабат ауылда кіреберіске арка құрылысына 10 миллион аудандық бюджеттен бөлініп отыр. Оңтүстік жарық транзит жауапты шектеулі серіктестігінің инвестициялық жоба бойынша үлкен электр тасымалдау желінің бұл енді Рабаттың жартысы болып келеді. Байымбетов, Қажымұқан, Абай, Амангелді, Өзтүрік, Шәкәрім көшесінде орналасқан үлкен электр бағаналары ауыстырылады. Өзтүрік көшесінде орналасқан 100 киловаттық КТП 250 киловаттық трансформаторға ауыстырылады. Ақбора су көзінен Мұңғұптық, жаңа айтып кетті, Мұңғұптық 2 резервуарға ЖСК әзірлеу үшін 10 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Қызылдала елді мекен тұрғындарына электр энергиясымен толық қамтамасыз ету үшін апыз құжаттары істелінеді. Еңбекші елді мекен бойынша Алаш көшесінің орта жөндеу жұмыстарын өтпелі кезеңмен ТО асфальт жауапты шектеулі серіктестігі 29 миллионға жұмысын жалғастыратын болады. Еңбекші елді мекені ФАП бойынша учаскелік жері анықталып, шешім қазір апызға дайындап, облысқа ұсынысқа қаржыға беру үстінде. Қыдырмамбет елді мекенінің тұрғындарына электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін оңтүстік жарық транзит жауапты серіктестігінің инвестициялық жоба бойынша апыз құжаттар істелінеді. Байғанаев, Дәуренов, Ақмешіт көшелері орта жөндеу жұмыстарына ұсыныс беріледі. Аттағы елді мекенге орналасқан күл-қоқыс тастау полигоны абаттандыру жұмыстарын жүргізу үшін аудандық бюджеттен 32 мың теңге қаржы бөлінді. Ибрагимов, Ақбора, Жүнісбек ата көшелерін электр энергиясымен толық қамтамасыз ету үшін оңтүстік жарық транзит жауапты шектеулі серіктестігінің инвестициялық жобасы бойынша апыз құжаттары істеледі. Қаппар көшесіне орта жөндеу жұмыстарына ұсыныс тиісті мекемеге берілген.
Амангелді елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 222 миллион 559 мың теңгелік жобалық сметалық құжаттар істеліп, қаржы бөлуіне ұсыныс берілді. Мына құрметті әлеуметтік желідегілер, баяндамамды аяқтадым. Мына екінші мәселе бойынша аудан әкімі Телғарай Төлеген Тортайұлы баяндап болған кейін жалпы сұрақ жауапқа көшсек. Сөз Қазығұрт ауданының әкімі Телғарай Төлеген Тортайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қаракөз Абдалиев ауыл округінің тұрғындары. Жалпы менің біздің өткен жылы 20-шы жылға атқарылған жұмыстар бойынша толық мәліметті аудандық Қазығұрт тынысы газетінен оқыған боларсыздар. Мен осы атқарылған жұмыстардың негізгі көрсеткіштеріне тоқтап өтсем. Өткен жылдың басты ерекшелігі әрине бәрімізге белгілі, біз жыл бойы карантиндік режимде жұмыс атқардық. Дегенмен, аудандық маңызы бар экономикалық көрсеткіштеріміз жаман емес, дұрыс нәтижемен аяқтап отырмыз. Нақты айтатын